Мехраб KZ ислам ақпараттық ағарту порталы ұсынады. Имам Әл-Қудуридің Мұхтасарул Қудури кітабы бойынша дәрістер жинағы. Ұстаз Ерғали Алпысбай. 34-ші дәріс. Жолаушы намазы 2. Алхамдулиллахи Rabbil аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфa'уна ванфa'на бима алламтана иннака аля кулли шейин қадир. Аллахумма ла сахла илля ма джа'алтаху сахла ва анта тадж'алул хазна иза ши'та сахла, амма бa'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті бауырлар, Абул Хусейн Ахмад Әл-Қудуридің Әл-Мұхтасар атты кітабы бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Өткен сабақта біз жолаушы намазы тақырыбын бастаған едік. Бүгінгі сабағымыз сол тақырыптың жалғасы. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِتَةٍ ләм тәжуз салатуху халфаху. Қазіргі айтылатын мәселеде жолаушы кісі мұқим кісіге, яғни тұрғылықты кісіге ұйып намаз оқи алады ма? Немесе мұқим кісі жолаушы кісіге ұйи алады ма намазды оқыған кезде? Себебі белгілі, жолаушы кісі 4 ракаттық парыз намазды 2 ракат етіп оқу уәжіп болады дедік. Ал мұқим кісіге, тұрғылықты кісіге 4 ракаттық парызды 4 ракат етіп оқу парыз. Сол себептен де бұл жерде жолаушы, яғни мұсафир, тұрғылықты, яғни мұқим кісіге ұйи алады ма, ұйи алмайды ма? Сол мәселелер, соған қатысты үкімдерге тоқталады. Ұйыса қандай жағдайда ұйиды? Және ұйымайтын болса, қандай жағдайда ұйымайды. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ жолаушы кісі ұйыса فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ мұқимға, яғни жолаушы кісі мұқимның намазына кірсе делінген, тікелей аударған кезде, бірақ бұл жерде жолаушы кісі мұқим, яғни тұрғылықты кісіге ұйыса. Ма'a бақаил уақыт шықпай тұрған кезде. Мысалы, бесін намазын оқиын деп жатыр жолаушы және мұқим. Мұқим кісі тәкбір айтып намазға бастады. Әлі бесінің уақыты шыққан жоқ, бесінің уақытының шығуына әлі уақыт бар. Осы уақыт бар кезде жолаушы кісі мұқимның артында тұрып ұйыса, яғни тұрғылықты кісіге ұйыса, әтәммә салата, намазды толық оқиды. Негізінде жолаушы кісі 2 ракат етіп қысқартып оқуы тиіс еді ғой. Мұқим кісі намазды 4 ракат оқиды, және ол имам болғандықтан 4 ракат оқуы тиіс. Мұқим кісінің намазды 4 ракат оқуы тиіс. Ал жолаушы кісі намазды 2 ракат етіп оқиды. Енді бұл жерде жолаушы кісі ұйушы болғандықтан, имамға ұйушы болғандықтан, имам неше ракат оқитын болса, жолаушы кісі де имамға ұйу уәжіп болғандықтан, имам сияқты толық 4 ракат оқиды. Әтәммә салата, намазды толық оқиды. Демек, намаздың уақыты шықпай тұрып, егер жолаушы кісі мұқимға ұйитын болса, мұндай жағдайда жолаушының намазы 2 ракаттан 4 ракатқа айналады. Мұндай жағдайда жолаушы кісі 2 ракат емес, намазды 4 ракат етіп оқиды. Мысалы, мұқим кісі, яғни тұрғылықты кісі намазды бұрын бастап қойған. Ал жолаушы кісі кейін қосылды. Мұқим намаздың 2 ракатын оқып қойды. Жолаушы кісі 2 ракаттан кейін мұқимның, яғни тұрғылықты кісінің намазына қосылды. Уақыт әлі шықпаған болатын болса, намаздың уақыты әлі бар болатын болса, имамға ұйығандықтан
бұл кезде жолаушы кісі намазда 4 ракат оқуы тиіс болады. Имамның 2 ракатына үлгермегендіктен, имам соңғы 2 ракат оқып болғаннан кейін сәлем беріп намазды аяқтайды. Ал жолаушы кісі де мұндай жағдайда 2 ракатқа үлгермегендіктен, имамға ұю және оған уәжіп болғандықтан намазды 4 ракат етіп оқиды. Тіпті намаздың уақыты шықпай тұрып, мысалы, намаздың уақытының шығуына аз қалған кезде ұйыған болса да, жолаушы кісі мұқим кісіге, яғни тұрғылықты кісіге намаздың уақытының шығуына аз қалған уақытта, бірақ шықпай тұрып, тәкбір айтып үлгеретіндей уақытта ұйыған болса, тәкбір айтып болғаннан кейін намаздың уақыты шығып кететін болса, мұндай жағдайда да жолаушы кісі тәкбір тахриманы намаздың уақыты шықпай тұрып айтып үлгергендіктен намазды 4 ракат етіп оқиды. Бұл мұқим, яғни тұрғылықты имамға ұйыған жағдайда. وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِتَةٍ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ. Ал егер жолаушы кісі тұрғылықты имамға ұйыса, фи фаитатин, қаза намазда жолаушы кісі тұрғылықты имамға ұйыса, ләм тәжуз салатуху халфаху, оның артында тұрып оқыған намазы жарамсыз. Жолаушының мұқим, яғни тұрғылықты имамның артында тұрып оқыған қаза намазы жарамсыз. Мысалы, жолаушы кісі сапарда жүр, 5 намазын қаза етіп алды. Және мұқим бір кісі бар, ол кісі де 5 намазын қаза етіп алған. Мұқим кісі сол 5 намазының қазасын оқу үшін ниет етіп тұрды. Жолаушы кісі осыны біліп, мұқим кісінің 5 намазының қазасын оқиын деп жатқанын біліп, артында тұрып оқитын болса, 5-нің қазасын намазы дұрыс болмайды. Жолаушының намазы дұрыс болмайды. Сондықтан да жалпы мына нәрсені білген жөн, 4 ракаттық парыз намаздардың қазасын оқитын кезде тұрғылықты кісіге ұюға болмайды. Себебі тұрғылықты кісі ол қаза намаздарды 4 ракат етіп оқиды. Ал жолаушы кісі қаза намаздарды имамға үйіп оқитын болса да, ол кісінің 2 ракаттық намазы 4 ракаттық намазға айналмайды. Қаза болғандықтан ол 2 ракат етіп, 2 ракат болып тұрақталып қалады. Яғни 2 ракаттан 4 ракатқа ауыспайды. Сол себептен де жолаушы кісі тұрғылықты кісіге қаза намазын оқитын кезде, әсіресе 4 ракаттық парыз намаздардың қазасын оқитын кезде ұйымайды. Бұл жерде ғалымдарымыз бұның себебі ретінде мына нәрсені айтады. 4 ракаттық парыз намазды оқыған кезде жолаушы кісінің алғашқы отырысы ол парыз отырыс болып саналады. Яғни соңғы отырыс болып есептеледі. Ал мұқим кісінің, тұрғылықты кісінің 4 ракаттық парыз намазының қазасын өтеген кезде алғашқы отырыс ол уәжіп отырыс болып саналады. Сол себептен де бұл жерде қуатты нәрсені әлсіз нәрсенің үстіне қалауға болмайды деген ереже бар. Бинаул қауи аля даиф ла яджуз деген ереже бар. Сол ереже бойынша бұл жерде мұқимның оқып жатқан намазы әлсіз, ал мұсафир жолаушының оқып жатқан намазы қуатты болып саналады. Қуаттылық қай жерде? Қуаттылық жолаушы кісінің алғашқы отырысы парыз, ал мұқим кісінің, тұрғылықты кісінің алғашқы отырысы болатын болса, ол уәжіп отырыс. Сол себептен парыз уәжіптен қуатты болғандықтан, қуатты нәрсені әлсіз нәрсенің үстіне қалауға болмайды деген ереже бойынша жолаушы кісі
қаза намазда 4 ракаттық қаза намаздарды тұрғылықты кісіге ұйып оқи алмайды. Бұл қаза намаздарды жолаушы кісінің жеке өзі немесе өзі сияқты жолаушы кісілерге ұйып 2 ракат етіп оқуы міндетті болады. وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ егер мұқим кісіге ұйытын болса фи фаитатин қаза намазда ләм тәжуз салатуху жолаушы кісінің намазы дұрыс болмайды, хальфаху мұқим кісінің артында тұрып оқыған қаза намазы дұрыс болмайды. وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ رَكْعَتَيْنِ سَلَّمَ ثُمَّ أَتَمَّ الْمُقِيمُونَ صَلَاتَهُمْ ويستحب له إذا سلم أن يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. Жолаушы кісі тұрғылықты кісілерге имам бола алады. Сол сияқты біз жоғарыда айттық, мұқим, яғни тұрғылықты кісі де жолаушы кісіге имам бола алады. Тек қана қаза намазда ғана имам бола алмайды дедік. 4 ракатты фарыз намазын қазасын өтейтін кезде ғана мұқим жолаушыға имам бола алмайды дедік. Ал жолаушы кісі негізінде 2 ракат оқиды, ал тұрғылықты кісілер 4 ракаттық парызды 4 ракат етіп оқиды. Жолаушы кісі 2 ракат етіп оқитын болса да тұрғылықты кісілерге имам бола алады. Имам болған жағдайда 2 ракаттан кейін сәлем беріп жолаушы кісі намазды аяқтауы тиіс. Ал оның артында ұйып тұрған тұрғылықты кісілер, олар намазды 4 ракат етіп оқулары міндетті болғандықтан жолаушы имам сәлем бергеннен кейін олар тұрып өздері қалған 2 ракатты аяқтаулары тиіс. Бұл жерде соған қатысты мәселе айтылады. وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِينَ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ жолаушы кісі имам болып намаз оқыса, بِالْمُقِيمِينَ тұрғылықты кісілерге, яғни мұқим кісілерге имам болып намаз оқыса, ракатайни 2 ракат етіп оқиды. Өйткені бұл жердегі жолаушы кісі ол имам, бұл жердегі имам жолаушы, яғни 2 ракат оқиды. 2 ракат оқып болғаннан кейін сәлем береді. Сумма атаммал муқимуна салатахум. Имам сәлем бергеннен кейін, жолаушы имам сәлем бергеннен кейін мұқим кісілер намаздарын толықтырады. Яғни қалған 2 ракатты өздері оқиды. Уюстахаббу лаху, яғни лил мусафир. Мустахаб болады. Кімге? Жолаушы имамға. Тұрғылықты кісілерге имам болған жолаушы кісіге мустахаб болып табылады. Ида сәлләмә 2 ракаттан кейін сәлем берген соң ән яқула былай деп айтуы мустахаб болады. Атимму салатакум, сендер намаздарыңды толықтырыңдар. Фа инна қаумун сафрун, біз жолаушымыз деп айтуы. Яғни жолаушы кісі тұрғылықты кісілерге имам болған кезде 4 ракаттық парыз намазды 2 ракат етіп оқиды. 2 ракаттан кейін сәлем беріп намазды аяқтаған кезде жолаушы имам артындағы жамағатқа, тұрғылықты кісілерге сіздер намаздарыңызды толықтырыңыздар, мен жолаушымын деп айтады. Жалпы бұны ғалымдарымыз фиқ кітабында намаздың бас жағында ескерткен дұрысырақ дейді. Намаздың басында бастамай тұрып, намазды оқымай тұрып, құрметті жамағат, мен жолаушымын, 2 ракат оқыған соң намазды аяқтаймын, сіздер намазды толқып өздеріңіз арғарай жалғастырыңыздар деп намаздың бас жағында ескерткені мустахаб делінеді. Егер бас жағында айтуды ұмытып кетсе, сәлем бергеннен кейін айтуға да болады. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمَّ الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيهِ. Жолаушы кісі сапарға шығып,
бір елді мекенде белгілі бір уақыт қалғаннан кейін еліне, өзінің тұрғылықты жеріне қайтып келген кезде жолаушылықтан шығады. Яғни жолаушы болып табылмайды, тұрғылықты кісі болып саналады. Бұл жерде 15 күн қалуға ниет етуі шарт емес. Мысалы, өзінің еліне емес, басқа бөтен бір елге барған кезде, бөтен бір қалаға барған кезде, 90 шақырымнан алыс, 90 шақырым немесе одан алыс бір жерге барған кезінде намазды толық оқу үшін ол жерде 15 күн немесе одан көп уақыт қалуға ниет ету деп, 15 күн немесе одан көп уақыт қалуға ниет ету қажет деп айтқан едік. Ал сапарға шыққан кісі өзінің еліне келген кезде ол жерде 15 күн немесе одан көп қалуға ниет еттім деуі шарт емес. Келген уақытта жолаушы болудан шығып кетеді, сол уақыттан бастап намаздарын толық оқиды. Ендігі айтылатын мәселеде осы мәселелер қарастырылады. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ жолаушы кісі кірсе мисраху өзінің еліне атамма салата намазды толық оқиды وَإِنْ لَمْ يَنْوِلْ إِقَامَةَ فِيهِ ол жерде тұрақтауға ниет етпесе де елді мекеніне келген сәттен бастап намазды толық оқиды. وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يُتِمَّ الصَّلَاةَ бір кісі өзінің тұрғылықты жерінен басқа бір қалаға көшсе, тұрақты тұрғылықты жерін тастап, басқа бір қалаға, сол жерде тұрақты қалуға ниет етіп, өзінің тұрғылықты мекенін ауыстырса, тұрақты мекендегі көшкен кезде бұрынғы тұрып жатқан жері өзінің үкімін жояды. Негізгі тұрақты мекені болу үкімін жояды. Адамның тұрақты мекенін әл-уатанул асли деп атайды. Әл-уатанул асли бұл кісінің тұратын мекені. Енді осы тұрақты тұратын мекенді ауыстырған кезде, басқа бір қаланы тұрақты мекен етіп алған кезде, бұрынғы тұрақты мекеніміз, бұрынғы уатанул аслиіміз өзінің үкімін жояды. Ол жер біз үшін тұрақты мекен болып саналмайды. Ол жерге сапарлатып барған кезімізде. Сол мәселе қазіргі оқитын мәтінде айтылады. وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ кімде-кімнің бір тұрақты мекені болса. وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ яғни уатанул асли тұрақты мекені бар болса. فَانْتَقَلَ عَنْهُ сол тұрақты мекенінен көшсе. وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ басқа бір қаланы, басқа бір елді мекенді өзіне тұрақты мекен етіп алса. ثُمَّ سَافَرَ кейін сапарлатса. فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلِ яғни сапарға шығып, бұрынғы тұрақты мекеніне келсе, сапармен келсе. Ләм ютимма салата ол жерде намазды толық оқымайды. Себебі бұл жер тұрақты мекен болып саналмайды. Тұрақты мекен деген күшін жойған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның алғашқы тұрақты мекені туып өскен жері Мекке еді. Кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден көшіп Мәдина қаласына жайғасты. Сол жерді тұрақты мекен етіп алды. Яғни тұрақты мекенді өзгертті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Кейін қажылық сапарымен Меккеге келген кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеде бұрынғы тұрақты мекенінде намазды толық оқымай, намазды қысқартып оқыған. Сол себептен де кімде-кім өзінің тұрғылықты мекенін ауыстыратын болса, бұрынғы тұрғылықты мекенге сапармен барған кезінде ол жерде намазды толық оқымайды. فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ өзінің тұрақты мекенінен көшіп, басқа жерді, басқа қаланы тұрақты мекен етіп алса, ثُمَّ سَافَرَ кейін сапарлатып барса, فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلُ
бұрынғы тұрақты мекеніне барған кезінде ләм ютиммас салата, намазды толық оқымайды. وإذا نوى المسافر أن يقيم بمكة ومنى 15 يوما لم يتم الصلاة. وإذا نوى المسافر сапарға шыққан кісі ниет етсе, ән юқима тұрақтауға, бимәккәті уа мина, минада және Меккеде, яғни екі жерде тұрақтауға ниет етсе. Енді бұл жерде қажылыққа барған кісіге қатысты мысал келтіріп жатыр. Мекке қаласына қажылыққа барған кісі Меккеде және Минада тұрақтауға ниет ететін болса, қанша күн? 15 йоман, 15 күн. Яғни екі жерде 15 күн тұрақтаймын деп ниет еткен болатын болса, ләм ютиммас салата, намазы толық оқымайды. 15 күн болса да. Өйткені бұл жерде бір жерге, бір елді мекенге тұрақтаймын деп тұрған жоқ. Екі елді мекенге. Сондықтан да екі елді мекенге тұрақтау, 15 күн тұрақтаймын деп ниет ету ол дұрыс емес. Егер осылардың біреуінде түнеймін, 15 күн, мысалы Меккеде түнеймін, бірақ күндіз Минада болып қайтамын, шаруалармен Минаға барып қайтамын деп 15 күн түнейтін жерін нақты бекіткен болатын болса, онда намазды толық оқиды. Ал егер Меккеде де Минада да екеуін қосқан кезде екеуін де 15 күн қаламын деп ниет ететін болса, намазды толық оқымайды. Мысалы бізге қатысты, елімізге қатысты мысал келтіретін болсақ, түсінікті болу үшін бір кісі Тараздан Алматыға сапарлатып келсе, Алматыға және Қаскелеңге деп 15 күн қаламын, Алматыда және Қаскеленде 15 күн қалам деп ниет ететін болса, ол кісі намазды толық оқымайды, намазды қысқартып оқиды. Себебі екі жерде тұрақтауға ниет ету ол дұрыс болып саналмайды. Себебі ол әлі де жолаушы болып саналады. Намазды қысқарту үшін бір мекенде, бір елді мекенде, бір қалада 15 күн тұрақтаймын, сол жерде 15 күн немесе одан көп уақыт қонамын деп, сол жерде тұрақтаймын деп ниет еткен болса, сонда ғана намазды толық оқиды. Ал екі елді мекенге 15 күн тұрақтаймын дейтін болса, онда намазды қысқартып оқиды. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ فِي السَّفَرِ قَضَاهَا فِي الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةٌ فِي الْحَضَرِ قَضَاهَا فِي السَّفَرِ 4. وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ فِي السَّفَرِ Кімде-кімнің сапарда жүрген кезде намаздары қаза болса, кімде-кімнің сапарда жүрген кезде намаздары қаза болса, қадаха, бұл намаздардың қазасын өтейді, фил хадари, тұрғылықты елінде, тұрғылықты мекенінде өтейді. Қанша ракаат етіп? Ракатайни, 2 ракаат етіп оқиды. Мысалы, сапарда жүрген кезде бірнеше намазды оқи алмады. Еліне келді, елінде жүр. Қазір жолаушы емес. Бірақ қаза болған намаздары сапарда жүрген кезде қаза болған еді. Сондықтан елді мекенде, өзінің тұрғылықты жерінде сапарда қаза болған намаздардың қазасын өтейтін кезде 2 ракат етіп оқиды. Бұл жерде қазір өзінің жолаушы ма, әлде жолаушы емес пе, оған қаралмайды. Бұл жерде намазды қай жерде қаза қылды, соған қарайды. Егер сапарда қаза болған намаз болатын болса, оны қай жерде өтесе де 2 ракат етіп оқиды. وَمَنْ فَاتَتُ صَلَاتٌ فِي الْحَضَرِ Ал кімде-кімнің намазы тұрғылықты елінде жүрген кезде, тұрғылықты мекенінде жүрген кезінде қаза болса, намаздары қадаха, ол намаздардың қазасын өтейді, фи сафари, сапарда жүрген кезінде 4 ракат етіп оқиды. Мысалы, бір кісі сапарға шықты, сапарда бір елді мекенде 14 күн немесе одан аз уақыт қалады. Барған жерінде уақыттары бар. Қазір менің уақытым бар. Құр отқанша мен елде жүрген кезде қаза болған намаздарымды оқиын дейді. Бірақ өзі сапарда жүр. Бұл кісі сол өзінің тұрғылықты елінде жүрген кезінде қаза болған намаздарды оқитын кезде өзі сапарда болса да оларды 4 ракат етіп оқиды. Жоғарыда айтқанымыздай бұл мәселеде намаздардың қазасын өтейтін кезде адам өзінің жолаушы ма, әлде жолаушы емес пе, оған қарамайды.
ол намаздарды қай жерде қаза қылды? Сапарда қаза қылды ма, әлде сапарда емес кезде қаза қылды ма? Егер сапарда қаза қылған намаздар болатын болса, оларды 2 ракат етіп оқиды. Ал егер сапарда емес кезінде қаза болған намаздарды сапарда жүрсе де, оларды 4 ракат етіп қазасын оқиды. وَالْعَاصِي وَالْمُطِيعُ فِي سَفَرِهِ فِي الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ. Сапарға шыққан кезде жолаушы кісіге дінімізде бірнеше жеңілдіктер беріледі дедік. Мысалы, ораза ұстамау, Рамазан айы келсе, сапарда жүрген кезде ораза ұстамауға болады, кейін қазасын өтеу шартымен. Сонымен қатар мәс тарту уақыты ұзарады. 1 тәуліктен 3 тәулікке ұзарады. 4 ракат намазды 2 ракат етіп қысқартып оқиды. Енді осы жеңілдіктен бір күнә жасау мақсатымен сапарға шыққан кісі осы жеңілдіктерден пайдалана алады ма, пайдалана алмайды ма? Мысалы, бір кісі сапарға шықты бір қалаға. Сапарға шығу мақсаты күнә жасау. Мысалы, сол жақтағы бір затты ұрлау. Күнә үшін сапарға шықты. Бұл адам сапарға шыққан кезінде, осындай күнә мақсатымен сапарға шыққан кезде дініміздегі сапарға қатысты, жолаушыға қатысты жеңілдіктерден пайдалана алады ма, пайдалана алмайды ма деген мәселе бар. Біздің мазхабымызда қандай ниетпен шыққан болса да, ол кісінің ниетіне қаралмайды. Егер ол шариғи тұрғыдан жолаушы болып саналатын болса, яғни 90 шақырым немесе одан алыс ұзақ бір елді мекенге баруға ниет етіп шыққан болатын болса, оның шығу ниеті қандай ниет болса да, ол кісі жолаушы болып саналады. Сондықтан жолаушылыққа қатысты дініміздегі үкімдерден пайдалана алады дейді Ханафи мазхабының ғалымдары. Қазіргі оқыған мәселемізде сол мәселе айтылып отыр. Уәл-аси, күнәһар адам, яғни күнә істеу мақсатымен сапарға шыққан кісі. Уәл-мути'у, ол Алла тағаланың үкімдеріне мойынсұнған кісі. Яғни күнә жасау мақсатымен емес, өзінің жеке шаруасымен, я болмаса бұл жерде қажылық жасау, не болмаса өзінің бір туысқанын зиярет ету мақсатында сапарға шыққан кісі, екеуі фи сафарихи фи рухсати, сапардағы рұқсаттардан, жеңілдіктерден пайдалану мәселесінде сауаун, тең болып табылады. Яғни күнә жасау ниетімен сапарға шыққан кісі де, немесе сауап ниетімен сапарға шыққан кісі де дініміздің жолаушыға қатысты белгілеген жеңілдіктерінен пайдалана алады. Құрметті бауырлар, осымен бүгінгі сабағымызды осы жерде аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.